Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Біз білетін танымал Harley Davidson мотоцикл өндіруші компаниясының тарихы 1903 жылы бастау алды. Дәл осы жылы американдық инженер-механик Уильям Harley достары Артур және Уолтер Дэвидсонмен бірігіп өз қолдарымен мотоцикл жинауға шешім қабылдады. Олардың әуесқой шеберханасы Висконсин штатындағы Милуоки қаласындағы шағын сарайда орналасты. Алғашқы үлгі түріндегі қозғалтқышпен жабдықталған велосипедтері тіпті кішкентай төбеге де шыға алмады. Harley Davidsonның алғашқы моделіне француздық Додион Бутон мотоциклі үлгі болды. 20-дан енді асқан жігіттер қолда бар құралдарды пайдаланып барлық механизмдерді қолмен жинады. Мысалы, карбюратор ескі консервіден жасалды, ал сынау үшін бензинді жақын маңдағы дәріханадан пинтамен сатып алып отырды. Ол кезде жара өңдеу үшін медициналық бензиндер сатылатын болатын. Екінші модель күштірек болып шықты. Дәл осы модель сатылымға шығып, жылына бірнеше данадан өтіп отырды. 1905 жылы Чикагодағы жарыста Harley Davidson мінген мотоциклшының жеңісі компанияға танымалдылық әкелді. Өнімге деген сұраныстың артуы көбірек жұмысшылар жалдап жаңа өндірістік орындар салуға мүмкіндік берді. Бірнеше жылдан кейін компания V тәрізді 2 цилиндрлі қозғалтқышы бар алғашқы мотоциклді ұсынды. Осылайша жетілдірген мотоциклдің қуаты 2 есеге өсті. 1920 жылы әлем бойынша 27 000 Harley мотоциклдері сатылды. Брендтің жарнамасы барлық жерде болды. Әйгілі логотип курткалар мен футболкаларға дейін басылды. Алайда 1929 жылы 10 жылға жуық уақытқа созылған экономикалық кризис басталды. Көптеген компаниялар банкроттыққа ұшырады. Мотоцикл индустриясы да іс жүзінде жойылуға жақын қалған болатын. Армия мен полиция сияқты мемлекеттік қызметтегі клиенттердің арқасында мотоцикл жасаушы Indian мен Harley компаниялары аман қалды. Екі компанияның дамуына Екінші дүниежүзілік соғыста ықпал етті. Америка билігі екі өндірушімен де одақтастарға мотоцикл жеткізу үшін миллиондаған долларлық келісімшарттар жасады. Кеңес одағына 30 000-ға жуық Harley жіберілді. Мотоциклдер арбамен және артқы орындықпен жабдықталды. Кеңес сарбаздары үшін мұндай мотоциклдер қарапайым және сенімді болды. Соғыстан кейінгі алғашқы модель 750 көпті қозғалтқышы бар спорттық VR болды. Висконсин штатында жаңа зауыт ашылып, 49 жылы алғашқы гидравликалық вилкалы мотоцикл пайда болды. 50 жылдардың басында Harley Davidsonның жарты ғасыр бойы басты бәсекелесі болған Indian компаниясы жабылуға шешім қабылдайды. Компания Америкаға келіне бастаған азиялық мотоциклдермен бәсекелестікке төтеп бере алмады. Көп ұзамай қиындықтар Harley'да да басталды. Пайдалары төмендеп, өндіріс банкроттықтың алдында тұрды. Акциялар пакетін IMF компаниясы сатып алып, 250 кубтық спринт мотоциклдерін шығарып, компания беделін төмендете бастады. Бақылау пакеті тек 81 жылы қайта сатып алынды. Ал спорттағы жеңістерге келсек, спортшы Кэл Рейборн 70 жылы Harley'де сағатына 426 шақырым жылдамдыққа жетіп, жаңа әлемдік рекорд орнатты. Компания 72 жылы трек жарыстарына бейімделген XR750 спорттық моделін шығара бастады. Бұл мотоцикл тізбегіндегі ең мықты саналып, келесі 30 жыл ішінде өзгеріссіз шығарылды. 73 жылы компания Пенсильвания штатында тағы бір зауыт ашады. Harley Davidson мотоцикл иелерінің ең үлкен клубы 83 жылы пайда болып, бірден әлемдегі ең үлкен мотоцикл клубына айналды. Алғашқы 10 жылда оның қатарында 90 000 адам болды. Қазіргі таңда клубта миллионға жуық адам бар делінеді. Бүгінгі таңда брендтің қатарында қолжетімді бағадағы классика мен заманауи стильді қалайтын жас тұтынушыларға бағытталған 7 негізгі мотоцикл сериясы бар. Кинода Harley Davidson мотоциклдері американдық өмір салты мен бостандық рухының бейнесі ретінде көрсетіледі. 90 жылы шыққан Терминатордың екінші бөлімінде Арнольд Шварценеггер де Harley'мен біраз қуғынға қатысқан болатын. Ал менің бүгінге айтарым осы. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.